Nana, niye görseteyim diye atmayayım ben. Şizandra, 4 штук. Ana, обычно ханкерімге берейін деп қойып, суықтап ауырып қалады ғой. Сол кезде жақсы. Езу керек бандығы неше? Иә, бүйтіп, қазір маған ыстық су құйып алдым ғой. Мысалы. Мынаның дәмі мұқалтен сияқты ғой, кәдімгі обычный. Сорсы болмай ма не? Сорса болмай ма? Сорып жіберсе? Ештеңе болмайды. Сорса күшті болады, просто езілгенде жақсы да. Бір бергенде 4-те береді ма сонда? Иә, бір бергенде 4-теу жақсы. Терафлю жасаймыз ғой, короче. Терлейді, суп. Гербатский не дейсі? Терафлю. И иммун бустер аламыз. Надо селен и D-витамин даже бар. Цинк бар. D3 бар, С бар. Иммунитет көтереді. Қорғайды организмді. Содан кейін мынаны былай араластырамыз. Андай розовый түс болады. Содан кейін Найтрксті бұл эликсир молодости деп айтады. Бұнда жарты қасық салсақ жетеді негізі. Бір қасық салуға болады. Бұда да С витамин бар, таурин, цитрулин деген адамға керек, ең керек аминокислоталар бар. Аминокышқылдар тамақтарда кездеспейтін. Сосын бұл азот оксид жібереді миға. Тауға бір барып келгенде адам кислород алады ғой. Үйде помещениеде отырғанда кислород алмаймыз ғой. И сосын шай қосамыз. Шай 1-2 қасық қосуға болады. Бұл да 6 түрлі шөптен жасалған 6 түрлі компонент. И үш колпачок қосып жібересің. Осын ішіп алсаң, жөтеліп тұр екенсің ғой. Жөтелгенде жақсың ғой. Бөліп солайық. Түп қазір беремін. Араластырамыз. Мен бәріміз ішек болады. Бұны неге бірақ шылаған жақсышы. Қатын терлейсің, оранып жатсаң, терлейсің. Қатты ауырып тұрған кезде мұны жақсы ол. Сразу адам тұрғызады. Түсті күшті бір соқсақ қой. Иә, тәп-тәп. Ханкерім? Да, күшті бар ғой. Бір соқ сияқты. Тамағым. Күшті? Жақсы болады дейміз кәмір. Ауыртмайсың, терлейсің жазыласың. Жібі отырып шу. Жібі отырасың. Шынымен дәмі күшті екен аның.